жаңа жыл жақында да. Жаңа жылға өзіме бір подарок істеуге бара жатырмын. Қалай ойлайсыздар? Не істейін деп жатырмын? Не алайын деп жатырмын? Тапқан адамға лайк басамын. Кіріп қалсам кәдімгідей бар ғой, ойлаймын да, жаңа жылда осындайлардың қаншауы ішіліп кетейін деп жатыр екен. Азғырасыңдар да, Достар, короче, біз кішігірім әр нәрсе алып жүріп қой енді. Туда-сюда, там-сям, мынау енді қонаққа. Шо там, вот там деген. Бірақ мына жерде бір қызық нәрсе көріп қалдым да, короче. Мында бір корзина тұр. Ала салайын деп ойладым да. Маған қанша деп ойлайсың? Тапсаң 20 мың беремін. 200. 200 мың ба? 200 мың. Қойшы, 20 мың құтылсын. Отып қалдың ба? Енді қар. Қарасы? Базар, жексен базар. Вот, ладно, 20 мың деген саған. Так, енді маған кеп. Мынау қанша тұрады деп ойлайсың? 500. Мен же тоже қадалдым ғой, короче. Мынау 235. 235. Пиздец қой, ойлаңдаршы, мынау 700 теңге. 700 теңгеге мен жесткий бір ат аламын да, сойып таратамын ғой бәріне. Көргім. Мына жердің бір бағалары өте бір қызық екен. Черешня 5700 теңге дейді да, 5700 болса ала салайын деп істесем, бұның килограммы екен, и получается мынау 26106 теңге. Черешня жемей қоямау. Клубника арзан ғой, оның арасында черешняның дома екен. Бүгін Заринаның қолынан шай ішу бұйырыпты. Рахмет. Андай бір самаурында қайнады болған шай болып тұр ғой, короче. Бұл кісінің енді мамасы жоқта емес. Біз жоқ болсақ тек су іше береді, салқын іше береді. Біз чай бермесін ішіп жүре береді, ауырып. Әңгімен жібереді. Ішпейді деп айтыңыздар, мұзда ішпейді. Әдем деп шіреді да сан әдем. Қайырлы күн баршаларыңызға. Сен жылайтын кино көріп отқан жоқсың ба тағы да? Жылайтын кино көрме. Біз чай ішейін деп отырмыз. Таңғы асымызбен кешкі асымыз. Тағы да осындай чай дайындағанбыз. Бірақ бұл жолы тағы да мен қостық. Қолда жіберген. Күшті ме екен? Ем болсын жаным. Мұны мама бербеген кеше. Өкіл мама. Кеше өкіл мамамыз беріп жүрген. Кеше қара оқытқан. Көпсін кешегі тамақтар дейсің. Кешегі тамақтар. Сол, үйдеміз. Кеш тұрдық. Факты айтайын. Нақтысын айтайын. Кеш жаттық, кеш тұрдық.
сурет бітті. Менікі мынандай болды. Кішкене мрачный, получается, бір робот сияқты, который өмірден шаршап кеткен мынау урондар. И мынау ішінде жақсы адам да, короче, сол 1-2-3 деп қайтып бастай береді, короче. Сіздікі енді? Менікі осындай пикник картинка алып шықты. В общем, осындай болып тұр енді. Ойымызға келген саласалықты негізі. Бірақ менікі реальность болып тұр. Зарина кішкене андай воображение болып тұр, короче. Қиял әлемі, анау комната страха болып тұр. Комната страха деген ғой. Біз бүгін Эдуштың заттарын алып кетуге үйіне келдік. Қазір осында боламыз. Содан кейін бір заведениеге барайын деп тұрық енді өзіміз. Ағыркемен кездесіп, кішкене бірімізді сағынып қалғанымыз бар. Одан кейін сол короче. Одан кейін может үйге қайтамыз, может ертең, таңертең бір бітіретін жұмыстар береді, мүмкін ашықта қалып қаламыз деген сияқты ойланып тұрмыз енді. Пока мамалардан рұқсат сұрап көреміз. Если рұқсат етіп жатса, осында қалып, ертеңгі жұмыстарымызды бітіріп, бірақ баратын болдық үйге.